Барлығыңызға сәлем. Біз бүгін осындай советский рецептпен күшті вафли пісіреміз. Бізге керек 6 жұмыртқа, 1 пачка маргарин, 200 грамм қант және де 250 грамм ұн. Например, бір кесені толтырып алуға болады. Жұмыртқаны алтауында жарып аламыз бірден. Жұмыртқаларды бірінші жақсылап араластырып аламыз. Әбден бір келкі массаға келгенге дейін бірдей қылып араластырып алып, жаңағы 200 грамм қантымызды саламыз. Қатты тәтті болғанын қаламасаңыздар, 150 грамм да салуларыңызға болады. Сөйтеміз де жаңағы бір маргаринімізді ерітіп аламыз. Міне маргарин еріп жатыр. Маргаринді ерітеміз, аздап суытып, одан кейін жұмыртқа мен қантқа әкеліп бәрін қосамыз. Сәл ыстықтау болса, майды құйып жатқан кезде жақсылап араластырып отырыңыздар. Одан кейін ұнымызды ақырындап салып отырып, жақсылап араластырамыз. Асықпай аз-аздан сала беріңіздер. Комочектің барлығы кеткенше мұқият жақсылап араластырып аламыз. Міне, осындай қою айран секілді бізде масса шығады. Одан кейін вафельницамызды алып, қыздырып дайындаймыз. Менде мынау советский вафельница түріне мән бермей қойыңыздар. Бұл вафельницаға 40 жыл ма, одан да көп уақыт болып қалды. Мен келін болып түскенде бұл енемде болған вафельница. Қимаймын өзім. Қай жаққа көшсем сол жаққа алып кетем деп жабысып отырмын. Вот, міне осындай күшті вафлилар пісіп шығады. Ақырындап өзіңіз қалаған формаға орайсыз. Мен осылай трубочка қылдырып орайым, және былай мороженыйға ораған сияқты етіп кейде орап қоям. Балалардың қолдарына ұстап, жеп жүргендеріне өте күшті. Ас болсын.